Сәлеметсіңдер ме балалар? 4-ші сынып әдебиеттік оқу пәні. 56-шы сабақ жұмбаққа толы әлем тақырыбы. Сабақтың мақсаты шығарманың мазмұнына қарап, өлең шумағын болжаймын, шығармашылық жұмыс жасаймын. Бірінші тапсырма: дәлелде ретін көрсет. Берілгені күннің батуы, шығуы, таңның ағаруы, таңның білінуі, күннің көтерілуі. Толған ай, жарты ай, туған ай. Бұлт, шалшық, жаңбыр. Ал олай болса, ретімен жазайық. Бірінші күннің шығуы, одан соң күннің батуы. Таңның ағаруы, таңның білінуі, күннің көтерілуі. Толған ай, жарты ай, туған ай. Бұлт, шалшық, жаңбыр деп реттейміз. Екінші тапсырма: өзің осыған ұқсас бір тапсырма құра. Бұлт басу, жаңбыр жауы, кемпір қосақ шуы, күннің жарқырауы. Қар жауы, аяз болу, мұз болып қату деп өзің де осыған ұқсастырып жазсаң болады. Түсініп оқы. Ғажайып қой аспан әлемі. Аспан түбі көкпеңбек, беті ақшыл мұнарлы. Жұлдыз сонау көктен кеп сығалауы тым әрлі. Күнсіз шөпте көктемес, аспан оның тұрағы. Күнсіз еңбек еткен еш, күн әлемнің шырағы. Ай күннен алар жарықты, бірақ күндіз көрінбес. Түн мұхитын жарық қып, жүзуден еш ерінбес. Құс жолы аспан бетін шаңдатып, бәйге жауып өткендей. Не кеменің таңғасық ізі қалып кеткендей. Шолпан таң қылаңда туады, суқыра оның бір аты. Қараңғыны қуады, сөйті оның мұраты. Үркер топтан бөлек тұрғасын, тұла бойын нұр кернеп. Көріп бөлек тұлғасын, атаған жұрт үркер деп. Өлеңнің авторы Қолкерім ел емес. Үшінші тапсырма: болжа. Оқып, жоғарыда қай өлеңнің екінші шумағы болуы мүмкін екен дәлелде. Көкте жүзген қалайы секілді ақ табақ бір. Жұлдыздардың талайы қоршап алып қарап тұр. Балар, бұл ай өлеңнің жалғасы. Мұндағы қалайы сөзі металл. Төртінші тапсырма: құс жолының бейнесін ақын қай тәсіл арқылы суреттеген? Құс жолының бейнесін ақын кеме тәсілі арқылы суреттеген. Себебі кемеге ұқсатып, өлеңдетіп жазған. Бесінші тапсырма: ай мен күнге қандай теңеу айтар едің? Ай дөңгелек, ақ табақ шар секілді. Ал күн алтындай жарқыраған, сақина пішінді сары алтын. Айдай аппақ, күндей көркем деп теңеу айтсақ болады. Алтыншы тапсырма: құрастыр. Құс жолын, жеті қарақшыны тақтаға сызып көрсетіңдер. Балар, суретте көрсетілді. Құс жолы бұл құрамына күн жүйесі және көптеген жұлдыздар енетін алып аумақты спиралды галактика. Ол шамамен 200 миллиард жұлдыздан, сондай-ақ жұлдыз шоғыры мен тобынан, газ бен тозаң тұмандықтарынан және жұлдызаралық кеңістікке таралған жеке атомдар мен түйіршіктерден құралған. Жетінші тапсырма: жұмбақтарды шеш. Жұмбақтың шешуін қалай білдің? Санымыз қанша білмейміз, түнімен көз ілмейміз. Балалар, өзі айтып тұрғандай, жұмбақтың шешуі жұлдыз. Қанатсыз құс маңып барады, көзінен жас тамып барады. Жұмбақтың жауабы бұлт. Түсініп оқы. Планетарий. Ашық күндері тал түсте жұлдызды аспанды көргілерің келе ме? Ендеше планетарийге барыңдар. Жұлдызды аспанның тәулік бойына қалай өзгеріп тұратынын 4-ақ минуттың ішінде көріп, жұлдыздар мен ғаламшарлардың шап-шақ қозғалысын бақылай аласыңдар. Мұнда біздің ғаламшарларымызды көмкеріп тұрған аспанның күн мен түннің кез келген уақытындағы қалпын
поляр шұғылысын, кометаны, яғни құйрықты жұлдызды тамашалауға, ғарыш кеменің қалай ұшқанын көруге болады. Осы жерде баяндамашының ғаламшарлар, күн жүйесі жайында табиғат құбылыстары мен ғарышты игеру жөніндегі қызықты әңгімелерін тыңдау бір ғанибет. Планетарий қызық дәрістер оқылатын орын, ал оның осылай аталу себебі ондағы ең ғажайып дүние планетарий аппаратына байланысты. Соның көмегі арқылы жұлдызды аспан әлемі көрсетіледі. Ол кім, бұл не кітабынан алынды. 8-ші тапсырма мәтін бойынша сұрақтар құрап жазыңдар. Бірінші сұрақ: планетарий деген не? Планетарийдан нені көруге болады? Планетарий қандай орын? Оның планетарий аталу себебі қандай деп сұрақтар құрастырсақ болады. 9-ші тапсырма қорытындыла. Өзің білетін аспан денелерін ата. Өзіміз білетін аспан денелері жұлдыз, ай, күн, жер, иә? Ал балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сендерге барлық тапсырмалар түсінікті болды деген ойдамын. Балалар, егер де каналға тіркелмеген болсаңдар, видеоның төменгі жағындағы подписаться батырмасын басып, каналға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңдар. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.